Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде сабақтың жаңа форматы, негізі блог жарнама туралы болмақ. В целом осы блог жарнама туралы болады. Үшінші блог и сабақтардың жаңа форматы. Неге біз бұндай форматта сабақ беріп отырмыз? Біздің анализ бойынша сабақтардың ең пайдалы, ең өтімді болған кездері ол сабақ ондай қатты ұзақ емес кезінде, яғни қысқа, нұсқа түсінікті болған кезде, және презентация форматында болған кезде, мына қазір көріп тұрған секілді. Одан кейін скринкаст форматында, яғни дәл қазір қалай істеп жатқаныңызды, яғни скрин видео ретінде көрсеткен кезде өте түсінікті болған, біз жалпы сол жұмыс жасағанын оқырмандар, студенттер жалпы соны жақсы қабылдағанын көрдік. Сондықтан осындай форматта беруге шешім қабылдадық. Бұл форматтың маңыздылығы сізге ақпаратты бірден паузаға қойып, осы жерден конспект жасауға ыңғайлы болады. Екіншісі, дәл қазір қалай жасап жатқанымды сізге көрсетуге ыңғайлы. Ендеше кеттік. Жалпы жарнама туралы кіріспе, сабақтың форматын айттық. Ендігі мәселе жетістік деген не? Мынау сабақты толық аяғына жетпей тұрып, біз осы бір блокта жетістік деген не деген сұраққа негізі СММ-ға особо қатысы жоқ, бірақ білім алушыларға, оқушыларға өте маңызды керек дүние. Біздің қазақтардың оны көбісі біле бермейді. Жалпы жетістік деген кезде әркім әртүрлі, біреу жаңағы отбасы дейді, біреу байлық дейді, біреу мансап дейді, біреу мықты көлік болуы мүмкін, үлкен үй болуы мүмкін, махаббат болуы мүмкін, дін болуы мүмкін, әртүрлі. Яғни әркімнің талдауы әртүрлі. Бірақ жетістік дегенді басқаша қабылдайтын, негізі есептейтін формулалар, яғни жетістікке қалай жетуге болады деген нәрсеге жауап беретін формулалар. Мейлі сіздің ол айтарлық отбасы болсын, мейлі жұмыс болсын, мейлі байлық болсын, жетістік әркім өз үшін талдауы бар, яғни әркімнің өзінің жетістігі бар. Бірақ соған қалай жетуге болады, жаңа жетудегі жұмыс жасайтын инструменттер қандай? Сол инструменттарды енді негізі зерттеулер өте көп болған, бірақ ағылшындардың бір зерттеуін мировой деңгейде дәлелденген деп, және оны қаншама жылдар зерттеп, толықтырып, соған көбісі жүгінеді. Сол методикамен сіздермен бөліскіміз келіп тұр. Не үшін? Себебі ары қарай алған білімдеріңізді дұрыс пайдалану үшін, дұрыс қолдану үшін, в целом маркетинг болатын болса, жалпы СММ болсын, әлеуметтік желідегі маркетинг болсын, соның барлығын дұрыс қабылдау үшін, дұрыс қолдану үшін мақсатты біліп, оған жетудегі ең маңызды нәрселерді білу негізі кез келген адам үшін өте маңызды деп ойлаймын. Сондықтан жетістікке жетуге не әсер етеді? Бұған жаңағы ағылшындардың бір формуласын, сіздерге методикасын көрсетемін. Қараңыздар. Бұл ағылшын алфавиті, 26 әріптен тұрады. Яғни әр әріптің өзінің номері бар. Яғни А1, Б2, С3 деген сияқты, мысалға, в конце ең соңындағы Z-тің 26 деген номері бар. Ағылшындар былай істеген екен. Жетістікке жету үшін жалпы мысалға сәттілік, ақша, білім, көшбасшылық, ауыр жұмыс, қарым-қатынас нәрселер бар, енді ең үлкен факторлары. Бірақ соның ішіндегі ең қатты жұмыс жасайтын қайсысы анықтау үшін осы әріптерді номерлар бойынша, яғни мысалы қараңыз, сәттілік лак болатын болса, яғни сол L-дің номері 12, U-дің номері 21, S-ның номері 3, K-ның номері 11. Яғни 4 номерді алып бір-біріне қосып, содан шыққан цифрды 47%, яғни жетістікке жетудегі сәттіліктің пайызы, яғни сізге әсер ететін пайызы 47% ғана. Түсінікті ғой, солай өлшеген екен. И осы методиканы жалпы әлем болып, бүткіл ғалымдар Оксфордта, Гарвардта барлық жерде зерттеп, осы ең дәлелденген формула екенін көздерін жеткізген екен. Яғни бұл дәлелденген научно доказан нәрсе. Бұл формуламен негізі көп адам бөлісе бермейді. Сіздер бірақ осыны түсініп алсаңыздар, в целом ары қарай алған білімдеріңіз сіздерге әлдеқайда пайдалы болады. Сол үшін кетті, қараңыздар. Жалпы жетістікке жетуге не әсер етеді? Яғни жетістікке жетуге әсер ететін, мысалға, сәттіліктің жаңағы номерлар қосындысы 47, яғни жетістікке жету үшін сізге сәттілік 47% ғана әсер етеді екен. Ал ақша бойса 72% әсер етеді. Яғни уже разницаны көріп тұрсыз ғой, яғни сәттіліктен қарағанда ақша көбірек әсер етеді жетістікке жету үшін. Бірақ одан да маңызды нәрселер бар. Енді қараңыздар, білім жетістікке жету үшін 96% әсер етеді екен. Яғни білімнің болу қаншалықты маңызды, бірақ 100 емес бұл әлі. 100% әсер етпейді.
96% әсер етеді. Көшбасшылық, лидерство 97%-ға әсер етеді екен. Ойлаңызшы, 97%-ға ғана. Бұның өзі максимум емес, яғни бұл да сізге 100% жеткізбейді деген сөз. Ауыр жұмыс, басқалардан қарағанда ауыр жұмыс деген бізде қалай hard work, тек қана ауыр емес, яғни көп жұмыс жасау, қажырлы еңбек деген мағына айтылған сөз ғой, негізі hard work. Ол 98% әсер етеді екен. Сіздің жетістігіңізге қажырлы еңбегіңіз 98% әсер етеді. Бірақ 100 емес әлі. Неге? Яғни осының бәрі 100% әсер етпей ма деген нәрсе, иә? Енді бұған жауап. Қарым-қатынас, отношение. Яғни attitude деген қарым-қатынас, отношение бұл сізге жетістігіңізге жету үшін 100% әсер етеді. Қарым-қатынас деген адам мен адамның қарым-қатынасы емес, бұл жалпы сіздің алып жатқан біліміңіздің қабылдауыңыз, оған деген көзқарасыңыз, өз салаңыздың, өз кәсібіңізге деген көзқарасыңыз, соған байланысты білімге деген көзқарасыңыз, жалпы өмірге деген көзқарасыңыз, ішкі жан дүниеңіздің сыртқы айналаңызға, өміріңізге, кез келген нәрсеге деген қарым-қатынасы, көзқарасы, қабылдауыңыз, соның барлығы соның ішіне кіреді. Сол нәрсе ғана 100% сіздің жетістікке жетуіңізге әсер етеді екен. Бұны неге айттым? Белгілі бір адамдар сабақталған кезде видеоның сапасы ұнамай қалды дейді, немесе түсініксіз болып қалды дейді, иә? Немесе маған ұнамады деуі мүмкін, бірақ 98% адамдар осы нәрсені жасап ақша тауып жатыр. Қалған 2% неге оны таба алмайды, неге оны қолдана алмайды, неге оларға ұнамайды? Себебі олар бұны білім алу деп емес, сынау деп қабылдайды. Яғни мен бұл жерден білім алам, ақша табам деп ондай отношение жоқ, оған наоборот не істейді екен? Ал не істейді екен? Сондай бір восприятие бар да. И соның салдарынан ол қанша жерден сабақты қараса да, қанша жерден конспект істесе де нәтиже болмайды. Ал егер мен білім алам, мен оқимын, мен дамимын деп, осыны қолданып ақша табам деп қараған адам, соответственно, ода нәтиже болады. Сондықтан отношение сіздің алып жатқан дүниеңізге, жасап жатқан дүниеңізге деген отношениеңіз, қарым-қатынасыңыз, байланысыңыз, көзқарасыңыз дұрыс болған жағдайда ғана сіз нәтижеге, жетістікке жете аласыз. Бұл жетістіктің 100% гарантированный жолы, әсер ететін нәрсесі. Қараңыз, белгілі бір ақпаратты әртүрлі адамдар әртүрлі ракурстан көреді және әртүрлі қабылдайды. Айтарлық Америкадағы Food Street'ті, бізде Қазақстанда оны көп жоқ, бірақ Америкаға барған адамдар Food Street көрген кезде Қазақстаннан барғандар, біреулері мынау не деген лас, мынау не деген жаман, ойбой деп жаңағындай, мына жердің иісі біртүрлі деп сондай қабылдауы мүмкін, ондай қабылдағандар да бар, мен білем. Одан кейін біреулері бар, ол жаққа барып Food Street'ті көріп, мәссаған, мынаны Қазақстанға алып келуге болады екен ғой, мынандай идея жасауға болады екен ғой, мынандай культура бар екен ғой, Food Street деген культура бар екен, осын Қазақстанға алып келейік, там бургерін ашайық, әдемі бір уличный ресторан жасайық деген сияқты. То есть ол жақтан идея көру мүмкін, түсінесіз ба? Яғни біреу негативті көреді, біреу идеяны позитивті көреді. Сондықтан бұл нәрсенің барлығы сіздің жетістігіңізге тікелей әсер етеді. Сіз егер дұрыс нәрсені көре алсаңыз, онда өте жақсы. Ең маңызды қабілет ол дұрыс көре білу және дұрыс қабылдай алу. Жаңағы айтқанымдай, сіз егер негативті көретін болсаңыз, онда соответственно өміріңізде солай болады. Позитивті көретін болсаңыз, онда позитивді дүниелер жасай аласыз. Сол кезде дұрыс нәтиже алуға болады. Әрине, жаңағы айтқан нәрсем, егер дұрыс позитивді нәрсе көре алатын болсаңыз, онда нәтижеңізде сондай болады. Адамның өміріндегі ең маңызды өзгерістер адамның ішінен басталады. Ол 100% менің өмірімде болған нәрсе, мен қашан ішіндегі туған-туысқандарыма деген, достарыма, жалпы өмірге деген ренішімді жеңген кезде ғана мен дұрыс нәрселер көре бастадым, яғни SMM-ді үйрене бастадым, маркетинг зерттей бастадым. Менің уже миымдағы керек емес маған ойлар, негативтер босап, оның орнына мен жақсы нәрселер толтыра бастадым. Соответственно, оны ертең өмірімде дұрыс қолданғаннан кейін дұрыс нәтиже аласың. Жалпы маркетинг саласында, SMM саласында, жалпы любой бизнесмен негізі маркетолог болу керек, ал любой маркетолог негізінде критическое мышление деген нәрсені қалыптастыру керек. Ол дегеніміз, біз мынау ішіміздегі
біздің креативность өте мықты болу керек. Креативность өте жақсы болу үшін бізде ішімізде тек қана позитив болу керек. Позитив болған кезде біз жақсы дүниелер көре аламыз. Жақсы дүниелер көрген кезде жақсы идея туындайды. Идея туындаса біз жақсы жарнама жасап, немесе жақсы клиенттерді алып келіп, өзіміздің кәсібіміздің былайша нәсібін арттыра аламыз. Сондықтан бұған өте қатты мән беріңіздер. Келесі осыдан кейінгі сабақтарда біз жалпы таргетинг жарнамасын қалай жасау керек, нейромаркетинг деген не, жарнама негіздері, заголовка қалай жазу керек, таргетингке арналған контент деген не, оны қалай жасаймыз, фейсбуктағы жарнама, уже мен сіздерге фейсбукта жарнаманы қалай настройкасын жасау керек, группа настройка барлығын бөлек скринкаст жасап живой көрсетемін. Мына жерден прям қарап отырасыздар, мен қалай қайда басып, нені басып кіріп жатырмын, жарнаманы қалай жібердім қарап отырасыздар. Дұрыс қабылдасаңыз нәтиже жақсы болады. Ал егер әшейін қабылдасаңыз, онда нәтижеңіз де әшейін болады. Сондықтан құрметті студент, құрметті оқушы, берген білімді сапалы қабылдауыңызға тілектеспін.